Сабағыңызға қатысқым келген еді, үлгермедім. Достар, тиімді несиеге айдың аяғында бір ограниченный шектеулі орынға тағы да скидка ашу мүмкін, бір күндік. Ол тек бір күндік болады, себебі біз енді командамен күн-түні жұмыс істей алмаймыз ғой. Әрі ол жерде сұрақ жауабы да бар. Сондықтан айдың аяғында дайын болыңыздар, 30 немесе 31 күні бір скидка болады, тағы тиімді несиеге бір күндік. Менің атымнан кредит алған танысым кредит 7 деген банктен микрозайммен, ол апай алданып қалған, сотқа өтті, кредит тарихыма әсер етеді ма? Егер сол компания ПКБ-ға бірінші кредиттік бюроға сіз туралы информация берсе, онда кредиттік тарихыңызға әсер етеді. Неліктен берсе деп айтып отырмын? Себебі заң бойынша барлық банктер мен барлық микрозайм компаниялары кредитті берген туралы, тұлғалар туралы барлық информацияны бірінші кредиттік бюроға беру керек. Бірақ кейбір компаниялар, әсіресе мына онлайн несие беретіндер, оны дұрыс орындамайды. Сіз өзіңіздің, Балнұр ханым, өзіңіздің кредитный историяңыз тексеріңіз. Жылына бір рет тегін тексере аласыздар. Қалайша? Менің парақшамның жоғарында БКБ кредит деген дөңгелек тұр. Мына мәңгілік сторис дейді ғой, актуальный сторис, мәңгілік сторис. Сол жерде БКБ кредит деп тұр. Соған кіріңіздер. Және сол жерден көріңіз, жылына бір рет тегін тексеріп алыңыз. Сол жерде көрсетіледі просрочка бар ма сіздің тарихыңызда, жоқ па? Астана банктен 1 миллиондай алған, төлемей қойған, жабылды деген соң, енді 1 миллионға 1,5 миллион үстіне қосылған, осыншама қосылуы мүмкін бе? Қосылуы мүмкін, ол оның пайызына байланысты және төлемеген просрочный күндеріне байланысты қосылуы мүмкін. 4 кредитім бар, құтылу жолдарын көрсетсеңіз. Тиімді несие тереңдетілген сабағына қатысып, кредиттен құтылудың, заңды түрде құтылудың, достар, сиқырлы таяқша емес, былай істесе жабылып қалатын емес. Заңды түрде оның переплатасын азайтып құтылудың бірнеше жолын үйрене аласыздар. Сәлем, Торғайдан сәлем дейді. Алакөлде жерім бар еді, заңи освоение алып қоямыз дейді. Жерді сіз купли-продажамен өзге адамнан сатып алдыңыз ба, Гүлзира ханым, немесе мемлекеттен арендаға алдыңыз ба 4 жылға? 4 жылға немесе басқа мерзімге. Егер арендаға берген болса, сіз әлгіндей соңғы мәліметтер бойынша 4 жыл ішінде сол жерге, арендованный жерге үй салмасаңыз, онда алып қоюға құқығы бар. Үй салғаннан кейін техпаспорт рәсімдеу барысында ғана сіздің атыңызға, частный собственностьқа өтеді. Ал егер сіз өзге адамнан купли-продажамен сатып алған болсаңыз, ол сіздің жеке меншігіңіз, онда алып қоймайды. Бауырбанк деген банк ашылғалы жатыр ма? Жоқ, Бауырбанк деген банк ашылғалы жатқан жоқ. Просто Дәулет осындай жаңа термин деп парақшасын салған ғой. Ажырасқаннан кейін, неше жылдан кейін үйді сата аламын? В любое время, егер сіздер расторжение брака бойынша раздел имуществоға үйді бөлуге, ортақ мүлікті бөлуге берген болсаңыздар, мүмкін сіздің күйеуіңіз бас тартты одан. Бас тартып барлығы сіздің атыңызда болса, в любое время сата бересіз. Ал раздел имуществоға ондай спор қарастырылмаған болса, то есть неке бұзылды, бірақ ортақ мүлікті бұзу туралы ешкім сотқа бермеді. Мұндай жағдайда сіздің бұрынғы күйеуіңіздің келісімін сұрау мүмкін, егер сіз ол үйді некеге тұрғаннан кейін алған болсаңыз. Ал бұрынғы күйеуіңіз ажырасқаннан кейін 3 жыл ішінде үйді бөліске түсіруге арыз бере алады. 3 жылдан кейін берсе, онда мына срок исковой давности деген бар, соны жазып, сотқа отказ беруін сұрасаңыз, онда отказ береді сот. Ал қазір сататын болсаңыз, тек просто күйеуіңіздің разрешениесін сұрайды. Даже если ажырасып кетсеңіз, себебі нотариустердің ережесінде солай көрсетілген. Микрокредитті менің атынан біреу алған, коллектор маған звондайды. Полицияға шағымданыңыз, сол коллектордан договорды алыңыз, қай компаниядан қалай алған, договордағы сіздің қолыңызды тексеру керек. Егер ол онлайн алған болса, қандай номер телефон арқылы алынған, оның барлығын сіз жазып, полицияға шағымданыңыз. Кейбіреулер сенбейді, полиция шешпейді мұны деп. Мен тіпті өзім мына жеке консультация беру барысында бірнеше адамды көрдім. Полицияға шағымданған және іс сотқа дейін жеткен. То есть біреу оның атынан онлайн кредит алған, енді бір адам, бір 40-40-тан астам 50-ге жуық адамды алдаған деді. Шағымданған барға, ол адамды ұстаған. Қазір мына полицияда кибермошенничество деп жатады ғой, тіпті соны анықтап жатыр. Неліктен? Мысалға, сіз қазір мына компьютермен
немесе сіз мысалға қарапайым мысал айтайыншы, менің ақша бар деген приложением бар, қосымшам, сабақ. Мен сол ақша барда сіздер сабақ көресіздер, Play Market'тен, App Store'дан жүктеп алып. Кез келген адамға біз логин парольді береміз. Егер ол адам менде сабақ ашылмай жатыр десе, біз ашылмай жатыр екен деп просто тупо ақшасын қайтарып бере салмаймыз. Неліктен? Себебі бізде барлығы заңды. Бұл бір. Екіншіден, менің программистерім компьютерді ашады. Осы жерден сол логин пароль бойынша тексеріп отырады. Қай қаланың қай жерінен сағат нешеде қандай телефонның маркасымен ол адам кіріп ақша бар приложениесіне кіріп сабақты көргенін. Көрдіңіздер ме? Енді егер мен қарапайым адам программистермен өзімнің сабағымды кім көрген, қанша рет көрген осылай анықтап отырсам, полицияның мүмкіндігі өте кең. Полиция қай жерден қандай IP адреспен кіріп сіздің атыңыздан онлайн кредит оформить еткенін де анықтай алады. Сол үшін сіздің атыңыздан біреу кредит алған болса, полицияға шағымданыңыздар. Пенсионы 3 жыл түспесе не істейміз? Сіз ресми жұмыс істедіңіз ба? Ресми жұмыс істеп, сіздің жұмыс беруші пенсионы шотыңыздағы зейнетақы қорына ақша аудармаған болса, міндетті зейнетақыны, онда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау деген басқарма бар. Google-ға теріңіз, өзіңіздің қалаңыздағы соның адресін табыңыз, сол басқармаға шағымданыңыз. Басқарма тексереді, еңбек және халықты госинспектор келіп тексереді жұмыс берушіні, және оған предписание деген құжат жазып береді, белгілі бір мерзім береді. Осы мерзімге дейін жұмысшылардың пенсионный ақшаларын аудару керек деп. Аудармаса ары қарай оның қарызы көбейе береді. Қайнатам 2008 жылы қайтқан, кредитін әлі бөліп төлеп отыр. Әлі. Соны толық тексерткім келеді. Сізбен қалай байланыссақ болады? Достар, кредит бойынша жеке консультация бермеймін мен, себебі бір сағаттың ішінде мен сіздерге барлығын айтып үлгерсем де, сіздер оның барлығын түсініп үлгермейсіздер. Сол үшін кредитке қатысты тиімді несие деген арнайы сабақ ашқаным мен. Бұл менің авторлық курсым. Кейбір адамдар осы курсты көріп өздері үйретуге тырысып жатыр, бірақ тіпті түсінбеген адамдар маған қайта келіп жатыр. Сіз басқаша түсіндіреді екенсіз, өзге адамнан сіздің курсыңызды тыңдадым деп. Бұл енді авторлық курс. Егер кәдімгідей менің өзім құқығым тіркелген курс. Үйренем десеңіздер, осы курсқа қатысып, как раз осы бұйыртса жақында болатын курстарға біз сұрақ-жауап өткіземіз дедік. Аптасына бір рет тікелей эфирде сұрақ-жауап. Бұл курс 12 видео сабақтан тұрады. Ол жерде сіз кредиттің переплатасын үнемдеудің, жалпы кредиттің түп тамырын тексеріп, не екенін кәдімгідей шашып тастайтын боласыздар. Вот реально кредитті, кез келген кредиттің договорға қарағанда барлығын түсініп отыратын боласыздар. 12 видео сабақты көрген соң. Енді мына кісінің сұрағына оралатын болсақ, сіз қайнатаңыздың кредитін 2008 жылы қайтыс болса, әлі төлеп жүрсіз. Қазір бізде 2020 жыл. Смотря қанша теңгеден төлеп жүрсіз. Не деген сумма, ол 12 жылда бітпейтін, түсінбей отырмын осыны. Сол банкке мұрагері бар, өтініш жасын. Қанша теңге қарызы қалды? 2008 жылы қайтыс болған кезде қанша теңге? Қазірге мен қанша теңге төледім және қанша қарызы қалды деп. Оны банктен анықтай аласыз. Ал егер тиімді жабуды үйренем десеңіз, тиімді несие курсының келесі потогына қатысуыңызға болады. Қазір скидкамен қабылдау тоқтатылды. Скидкасыз тіркелем десеңіз, бағасы 20 мың теңге. Жалақымыздан ұсталатын медициналық сақтандыру қорына ақша қайда кетеді? Қорға кетеді ФСМС-қа. ФСМС дегеніміз фонд социального медицинского страхования. Прям ФСМС Google-ға ФСМС деп терсеңіз, фонд шығады. Бұл қазан. ФСМС деген бұл ОСМС-тің қазаны. Сіздің зарплатаңыздан 1% ұсталып, осында кетеді. Кейбіреулер 2% деп жүр, негізі зарплатадан 1% ұсталады. Осында кетеді, барлығы жиналады. Сіз барып осы ОСМС-тің рамкасында, ОСМС-тің өзінің правиласы бар. Сол правилада көрсетілген қызметті кез келген емханадан барып аласыз. Сіз оған ақша төлемейсіз. Себебі сіз үшін мына қазандағы ақшадан ФСМС қоры төлейді. ФСМС деген фонд деген сөз. Халық банктің кредитін тиімді төлеу туралы таба алам ба? Иә, тиімді несие сабағында таба аласыз. Тиімді несие тереңдетілген курсында таба аласыз. Пенсионкадағы ақшаны алу үшін қанша теңге болу керек? Ол туралы телеграмда мәлімет бар. Ол сіздің жасыңызға байланысты. Зарплата түскенде пенсионный фондыға 3 күн ұстаған, 19, 21, 23. Неліктен? Білмедім, оны жұмыс берушіден сұраңыз. Сіздерде зарплата түскен кезде сіздерден фонд ұстамайды ғой, достар. Вот мен бухгалтермін. Мен фондқа ақша жіберемін.
және қалғанын сізге жіберемін. Енді бұл кетіп бара жатқан сіздің зарплатаңыз былай кетіп бара жатып, одан фонд былай мына жерден ұстап қалмайды. Оны бухгалтер жібереді. Сондықтан сіз қазір оны бухгалтерден сұраңыз. Неліктен сен фондқа осы айда 3 рет ақша жібердің деп. Себебі сіздің зарплатаңыздан 10% жіберу керек. Мүмкін ол бірінші 3%-ін, ертең 2%-ын, бүрсі күні 5%-ын жіберген болады. Онда бәрі дұрыс болады. Ал егер де ол 3 күн бойы 10%-дан 30%-ын жіберген болса, ол әрине дұрыс емес. Бірақ мұның анық-қанығын білу үшін сіз бухгалтерден сұрауыңыз керек. Қанша теңге жібергенін. Жалпы сізде 3 рет ұсталған болса, қанша теңге ұсталғаны көрініп тұрады ғой пенсионканың несінде, справкасында. Есептеңіз, зарплатаның 3-ін қосқан кезде зарплатаның 10%-ын құраса, онда тұрған ешқандай заң бұзушылық жоқ. Мамам бір кісіге гарант болған 2014 жылы машина алып, мама сол қарыз болып қалған ақшасын төлеп берген. Сол уақытта да маманың үйін арест қойып тастапты. Оны кеше ғана білдік. Енді не істеуге болады? Егер қарыз жабылған болса, мұнда төлеп берген деп жазыңыз ғой, қалған ақшасын. Қарыз жабылған болса, қазір бірінші тексересіздер, үйде арест бар ма, жоқ па? Ол үшін үй кімнің атына тіркелген? ЕГОВ арқылы справка об отсутствии, о наличии либо отсутствии ограничений деп примерно солай айтылады. Недвижимость бөлімінде ЕГОВ-та. Сол жерді көріңіз, сол үйге қатысты справка шығарыңыз, арест бар болса шығады сол жерде. Енді арест бар болса, плюс ол жерде көрсетіледі, кім арест қойғаны. Көрсетіледі. Егер көрсетілмесе, департамент юстициядан анықтай аласыз. Өзіңіздің қалаңыздағы управление юстиция деп аталады, немесе департамент, қазақшасы әділет басқармасы. Сол жерден анықтай аласыз, кім арест қойғаны. Жеке сот орындаушы арест қойған болса, жаңағы кредитті жабылған туралы растайтын құжаттарды көрсетесіздер, ол арестті шешуге тиіс. Қызымның машинасы ломбардта тұр, қыздардың оқуына қарыз болып еді. Соны чеси ломбардтағы машинасын продажаға қоямыз депті. Өзі еш жерде жұмыс істемейді. Қандай ақыл айтасыз? Еш жерде жұмыс істемесе, ол кісіге қазір енді оның бәрі бірде қарызды төлей алмайды ғой, солай ма? Енді ол машинаны ломбардқа қойды. Егер оны чеси сататын болса, просто мынадай жағдай болады. Біріншіден, олар машинаны сатып қарызды ала алады ма? Алуға құқысы бар ма? Иә, құқығы бар. Ол залогта тұрған машина. Екіншіден, машинаны оларға бермей-ақ өтініш жазып, өзі төлей алады ма? Деген сұрақ екінші. Сіз айтып отырсыз, өзі жұмыссыз болса, қазір бірден төлей алмайды. Екі вариант, то есть мына жерде мынау болмайды, екінші вариант. Үшінші, лучше машинаны сатқан дұрыс, енді жаннан артық емес қой. Бірақ машинаны желательно ол қыздың өзі сатқан дұрыс, сіңліңіздің. Өзі клиент тауып, өзі мындай ұсынып, может OLX-ге немесе колесаға шығарып, базарға шығарып, өзі сатқан дұрыс. Сатқан кезде түсіндірсін, залогта тұрған машина, егер сен осындай ақшаны төлесең, мен сразу на месте барып ломбардқа төлеймін, где-то бір 2-3 күннің ішінде, бір аптаның ішінде мен сені залогтан шығарып беремін деп. Осылай келісуге болады. Егер де жеке сот орындаушы сататын болса, ол машинаны просто жеке сот орындаушы сатса, ол арзанырақ сатып жіберуі мүмкін. Соны ескеріңіздер. Доктор Сапабекова, достар, міне доктор Сапабекова мұнда отыр. Жаңа менен сұрадыңыздар ғой, ОСМС туралы, дәрігер, ФТЭК туралы сұрадыңыздар, инвалидность туралы. Доктор Сапабекова, міне, мен қазір Зинурамен егер қабылдаса әрине. Тікелей эфирге мен Зинураны қосайын деп едім. Окей, пока қосылмады, мен просто парақшасын белгілей салайын, доктор Сапабекова. Жарайды, жалғастырайық. Осы посттың астына белгілей қоям. ОСМС, ФТЭК, инвалидность, дәрігерлікке қатысты сұрақтарыңыз бар болса. Ақша бар сабағын оқығым келеді. Ақша бар сабағын оқимын десеңіздер, достар. Ақша бар сабағына мен қазір сіздерге. Ақша бар сабағына және балаға алимент өндіру сабағына біз скидка ашамыз. Ертең уже скидка ашылады, WhatsApp номерден білулеріңізге болады. Тиімді несиеге скидка тоқтады, ескеріңіздер. Ал егерде ақша бар қаржылық сауаттылық сабағына қатысам десеңіз, отбасылық қаржыны дұрыс басқаруды үйренем десеңіз, сразу мен өзім қолданып жүрген
практикалық амалдарды қолданамын десеңіз, реально мен өзім өмірде қолданатын амалдар. Конвертке қатысты қалай 6 ай, құдай сақтасын, 6 ай егер тағы да енді айтып жатыр ғой, март айында тағы да коронавирус ушығуы мүмкін дейді. Құдай сақтасын, бетін әрі қылсын. Бірақ енді білесіздер ғой, біздікі наконец-то деп отыр, тағы да осындай жаңағыдай төтенше жағдай болып қалса, мемлекетке қол жайып қалмау үшін қазірден қамданыңыздар. Ақша бар сабағында қалай біз отбасылық бюджетті, ақшаны, кірісті дұрыс басқарып отырып, өзіміздің кәдімгідей ақшамызды қарызға кірмей-ақ басқарып отырып, қалай өзіміздің күн көрісімізді өзгелерге тәуелді етпейміз. Күн көрісті өзгелерге тәуелді етпеу деген не сөз? Бұл төтенше жағдай кезінде білесіздер, Нұр Отаннан коробка күтіп қалдық қой. Маған қанша адам жазды, Нұр Отан 50 000 теңгеден маған береді ме? Мен қазір балаларыма азық-түлік ала алмай отырмын. Енді Нұр Отан міндетті емес қой балаларымызды бағуға. Я сіздер айтуыңыз мүмкін, сен Нұр Отанды қолдап жатсың деп, мен ешқашан Нұр Отанды точно қолдаған емеспін, бірақ ойланыңыз. Неге сіздің балаңыз аш отырғанда сіз біреуге қол жайып, біреуден көмек күтуіңіз керек? Баланы біз өзіміз дүниеге әкелдік. Бізде табыс бар, Алла тағала несібені берді. Мүмкін соны дұрыс басқара отырып, өзіміздің ақшамызды өзіміз дұрыс басқара отырып, азық-түлік аламыз. Құдай сақтасын, тағы да 2-3 ай карантин болатын болса, 42 500-ге таласып қалмайық, 42 500 үшін айбын шотты іздеп, ана жерде Каспий банктың, басқа банктың алдында кезекте тұрмайық, және Нұр Отаннан немесе басқа адамдардан көмек күтіп, коробка тамақ, макарон күтіп отырмайық. Сол үшін қазірден бастап айлықтарыңызды дұрыс басқарыңыздар. Егер үйренем десеңіздер, ақша бар отбасылық қаржыны дұрыс басқару сабағына мына WhatsApp арқылы тіркелесіздер. Бұл жерге мен тек балаға алимент өндіру деп жаздым, себебі артық сыймайды ғой. Балаға алимент өндіру сабағына қазір үлкен скидка болып жатыр. Ол сабақ 15 видео сабақтан тұрады. Бастан аяқ от и до қалай қай жерге барып тапсырам, қанша теңге госпошлина төлеймін, жеке сот орындаушымен қалай сөйлесем, жеке сот орындаушы қозғалмай жатса, алиментті өндірмей жатса, қалай оны орнынан қозғап алиментті өндіремін. Осы балаға алимент өндіру курсындағы сабақтарды, өтініштерді қолданып, 9 жыл бойы алимент төлемеген адам 1 бөлмелі пәтер алып берген әйеліне. Осы амалдарды қолданған соң 3 жылдың алиментін өндіре алмадым деді. Өндірді, 3 миллион теңге өндірді. Кешіріңіз, жоқ, 10 жылдың алименті, 10 жыл бойы төлемеген алимент 3 миллион теңге өндірді. Осы курс. Сондықтан үйренем десеңіз, міне балаға алимент өндіру курсы бағасын WhatsApp-тан білесіздер. Кішкенеден соң мен сториске саламын, және ақша бар курсына тіркелулеріңізге болады. Ақшаны үнемдеу туралы сабақ осы WhatsApp-та. Ақша бар практикалық сабақ деп аталады. Онлайн кредит алған дұрыс па? Онлайн кредит алғанды мен құптамаймын. Неліктен? Себебі ол кредиттің тиімді тиімсіздігін сіз есептей алмайсыз. Сондықтан кредит алған кезде кәдімгідей алдын ала есептеп, оның страховкасына мән беріп, оның пайыздарына мән беріп, шынайы переплатасын есептеп, комиссиясына мән беріп алу керек. Сіз онлайн түрде алсаңыз, ол туралы мәліметтің барлығы сізге ашық көрсетілмейді ғой. Сондықтан мен оны құптамаймын. Сол өзім хочу үйінға дейін кредиттерді жапқым келіп жүрмін. Дұрыс. Достар, өткен жылы тиімді несие сабағына қатысқандар реально маған жаңа жылға дейін декабрь айында өте көп деген хаттар келді. Білесіздер, мені қанша адам сторизіне белгіледі. Сіздің сабаққа қатысып, жаңа жылды кредитсіз қарсы алып жатырмын. Сіздің сабаққа қатысып, мен мына жаңа жылда қарызсыз қарсы алдым, рахмет деп. Себебі өткен жылы алдынан мақсат қойған, все. Негізі сабаққа қарыздан құтылып тиімді несие деген сабақтарда мен всегда айтамын, өзіңе мақсат қойдың, четко қосымша табыс көздері деген сабақ бар еще. Өзіңе мақсат қойдың ба, реально мақсат қойып сол бойынша жұмыс істесең, тем более заңды біліп тұрсаң, сен кредиттен по-любому тез тиімді жолмен құтыласың. Кстати, ақша бар сабағында, ақша бар практикалық сабағына қосымша табыс көздері деген менің сабағымда біз бонус ретінде қостық. Қазір ақша бар мен балаға алимент өндіру курстары скидкамен сатылымда WhatsApp-қа жазсаңыздар сіздерге жауап береді. Көп балалы аналарға табыс салығы бойынша жеңілдік бар ма? Биыл жеңілдік болады деген, бірақ заңды шықпады әлі. Жеңілдік жоқ. Вакцина салдырмауға құқығымыз бар ма? Иә, құқығымыз бар. Баласы өсіп кетсе өндіре алмайды ма? 18 жасқа дейін өндіре алады. 18 жастан кейін бала егер күндізгі оқу бөлімінде, очный бөлімде оқыса, колледж немесе универде, онда 21 жасқа дейін өндіруге құқығы бар алиментті. Тиімді кредитке скидка қашан болады? Келесі скидка 1-ақ күн болады, 31 қаңтар күні болады.
скидка. 31 қаңтар күні тиімді несиеге. Қазір өткенде болды ғой скидка, оған үлгермейсіздер, оған адам қабылдап жатқан жоқпыз. 31 қаңтар күні хабарлаймыз стористе, сол жерде тіркеліп үлгересіздер. Қаңтар 31 қаңтар күні скидка болады бір күндік тиімді несиеге. Кешегі болған скидкаға үлгермейсіздер, себебі группа уже жабық. Не дейді, осы қыз байы күйеуі бар ма? Мен парақшамда білмеймін қай жақтан келген, ер адамдар келген. Сіздер өте дөрекі сөйлесуге болмайды менің парақшамда. Сіздер Дәулет сияқты ер адамның, немесе жалпы басқа блогерлердің парақшасында отырған жоқсыздар. Төбемде туалет көрініп тұрған жоқ, сол үшін аузыңызға келгенді айтып, менің парақшамда олай дөрекі сөйлеуге болмайды. Себебі мен күшті бір жақсы мінезім бар, просто ұнамаған адамды блокқа салатын. Жақсы емес, білем ол, кейбіреулер айтады, ол психологтар жақсы демейді, ол блокқа салуға болмайды. Но маған солай комфортно, чем басымнан сөз асырып отырғаннан гөрі блокқа сала қоямын. Сол үшін артық сөздерді мүлдем жазбаймыз. Окей? Қалжыңдауға болады әрине, бірақ мәдениетті түрде. КВТ Хром деген компания машинаға ұтыс деп 100 000 теңге аудар дейді. Зазира Сарыбаева 467. Сіз менің парақшама жақында ғана қосылғансыз. Себебі бұрыннан бері келе жатқан оқырмандарым білет, ешқандай мұндай алаяқтық схемаларға сенуге болмайтын, ақша жіберуге болмайтын. Менің жолдасым ауған соғысының ардагері үкіметтен үй алып, соны 5 жыл төлеп отыр. Соны пенсионкадағы ақшасын алып жабуға болады ма? Пенсионкадағы ақшасын алдымен тексеру керек. Ол кісінің жасына сай артық ақша бар ма жоқ па? Қалай тексеру керек? Ол туралы сілтеме менің телеграм каналымда бар. Прям көк сілтеме бар, соған өтіп тексереді. Егер үстінде кәдімгідей өзінің пенсионкасының ақшасы жеткілікті болса, үстіндегі артық ақшаны алып, әлгі үкіметтен алған қазір төлеп отырған пәтерге төлеуге құқығы бар. Себебі қағидада көрсетілген бөліп төлеу, рассрочка, ипотеканы жабуға, ол ақшаны қолдануға болады деп. Сокращение болған адамға еще собес 4 оклад. Түсінбедім. 4 оклад емес, жұмыс беруші 1 оклад қосып төлейді. Ал енді достар, маған ұлым қоңырау шалып жатыр, акасы 9-дан өтіп кетіпті ғой. 31 күні сабақ басталады ма? 31 күні болатын сабақ қашан басталады? Ол туралы сол 31 күні хабарлаймыз. Ал мына осыған дейінгі тиімді несиеге тіркелгендер, достар, мен қазір эфирді аяқтаймын, жаңағы анық-қанығын айтып кетейін, түсінбей қалып жүрмеңіздер, осыған дейін білесіздер, тиімді несиеге скидка болды жақын күндері. Бірақ ол скидкаға қазір қабылдап жатқан жоқпыз. Кешенің алдың күні мен хабарладым, Все скидка. Группа уже толық. Қазір қандай сабаққа тіркелуге мүмкіндік бар? Ақша бар, отбасылық қаржыны сауатты басқару сабағына тіркеле аласыз. Оның құны 4500 теңге скидкамен. 4500 теңге, бірақ беретін білім байлықтың бастауы осы ақша бар практикалық сабағында дереді. Плюс қосымша табыс көздері сабағы бонус ретінде беріледі. Бұл бір. Екінші, балаға алимент өндіру курсы. 15 сабақ. Құжаттардың үлгісі беріледі. Сотқа қалай барып, қалай тапсырасыз, қалай прям стоп-пудово мына курсты үйренсеңіздер, балаға алимент өндіру курсын. Алиментті 100% өндіріп аласыздар. Сол курсқа тіркелем десеңіздер, бұның бағасы негізі 10 000 теңге, қазір 5500 теңгемен скидкада тұр. Тіркелем десеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар. Енді тиімді несиеге қосымша қазір қашан скидка болады деп жатқандар. Қазір скидка жоқ, бірақ өткенде мен посттың астында өте көп комментарий оқыдым, жалақы алатын кезде скидка жасаңызшы дегенді. Сондықтан 31 қаңтар күні бір күнге скидка ашуымыз мүмкін тиімді несиеге. Ол сабақтың қашан басталатын сол